атам және тыл ардагеріне арнап хат жаздым. Сәлеметсіз бе, ардагер атам? Ұлы Отан соғысының аяқталғанына бүгінде 75 жыл толып отыр. Шынымды айтсам, бұрын соңды ешқашан мұндай хат жазып көрмеппін. Десе де, сіз тыл ардагері, оның үстіне мені мақтан тұтар атам болғаның үшін бұл хатты жазу мен үшін үлкен құрмет. Ең алдымен сіздің алдыңызда тізе бүгіп, балалық пәк жүрегіммен алғысымды айтамын. Сіздің балалық шағыңыз туралы әңгімелерге бала кезімізден қанығып өскенбіз. Тіпті бір оқиғаны бірнеше рет естісем де, әр сәтте сіздің ерлігіңізге таңғалатын едім. Не дегенмен, 1941 жылы сұрапыл соғыстың бастапқы күндерінде сіз тек 5 жаста болдыңыз. Бірақ соған қарамастан әкеңізді шығарып салдыңыз. Ал келесі күні анаңызбен бірге майданға көмек еттіңіз. Сіздің еңбегіңіздің бүгінде бағаланып, біздің бейбіт әрі еш уайымсыз өмір сүруімізге мүмкіндік бергеніне қуаныштымын және рахмет айтамын. Былай қарасаң, бүгінгі күннің 5 жасар бүлдіршіндері ойыншық ойнап, тойып тамақтанып өмір сүреді. Ал сіз еңбекке ерте араласып, анаңызға көмектестіңіз. Оның үстіне мал бағып, өнімдерін колхозға өткізіп күн көрсеттіңіздер. Сол кезде анаңыздың тірегі, өзіңізден кейін қалған іні қарындастарыңыздың қорғаны болдыңыз. Міне, осы еңбегіңіздің арқасында қолына қару алып, күрескен азаматтарға киім-кешек, азық-түлік қамтамасыз етіліп отырылды. Енді бұның бәрі өткеннің еншісінде, тарих беттерінде және қазақ халқының есінде қалды. Бүгін біз жеңіс туын желбіретіп, 75 жылдықты тойлап отырмыз. Сіздердің арқаларыңызда. Адам ұрпағымен мың жасайды деген сөз бар. Отанын жаудан қорғауға үлес қосқан ардагердің ұрпағы екендігімді мақтан тұтамын. Мен сізбен мақтанамын. Жеңіс күні құтты болсын.